Атырау қаласында ұлттық киімдер шеруі өтті. Қазақы нақышта ою-өрнекпен безендірілген көйлек пен сауыт киген жергілікті тұрғындар Исатай Махамбет алаңынан Сұлтан Бейбарыс алаңына дейін жүгіріп өтті. Бұл шара қандай мақсатта ұйымдастырылған? Оған қанша тұрғын ат салысты? Шеруге қатысқан әріптесім Нұрлыбек Бағыт айтып берсін. Көрер көзге қуаныш сыйлайтын мұндай шеру мұнайлы өңірде тұңғыш рет ұйымдастырылып тұр. Оған бас аяғы 1000-ға жуық тұрғын ат салысты. Қатысушылар мұндай шараның әсіресе жастарға берер мол дейді. Ұлттық құндылығымызды, ұлттық қолөнерімізді, ұлттық киімдерімізді, ұлттық ескі әндерімізді, ұмыт болған тағамдарымызды осы жастарға насихаттап жүрміз. Осындай шерудің өткеніне өте қуаныштымыз. Өз ұлтымыздың құндылығы үшін біздер әр уақытта да дайынбыз. Біздің ұлтымыз қазақ ұлты деген ешбір жерде теңдес жоқ ұлт. Сондықтан біз өз ұлтымыздың әдет ғұрыптарын, тілін, дінін, мына ұлттық киімдерін қастерлеп, оны әр уақытта жоғары ұстап, келесі ұрпаққа жеткізуге тиістіміз. Шеруге облыстық этномәдени бірлестік өкілдері арнайы дайындалса, өзге азаматтар өз еріктерімен ынта білдірген. Студенттер мен балабақша тәрбиеленушілер де қалыс қалмады. Атқарушы билік өкілдері де төбе көрсетті. 90-ға келген ақсақалдан бастап 5 жасар балаға дейін осы жерде тұр. Біздің ұлттық рухымыздың мықты екенін көрсетіп, бүгінгі мақсатымыз біздің жастарымыздың да ұлттық патриоттық мықты болсын. Ертеңгі күн осы ұлттық рәміз күні қарсаңында біздің жастарымыз осы елдің ертеңгі күн болашақ, жарқын болашақ жастарының жалпы отанға деген сүйіспеншілік рухы мықты болсын деген ниетпен ұйымдастырып жатыр. Ерекше форматтағы шеруге келгенде шаһар орталығынан Сұлтан Бейбарыс алаңына дейін жүріп өтті. Шара соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан.